Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен бүгін сіздерге білім класс платформасындағы мұғалімдерге арналған ұтыс ойыны туралы айтқым келіп отыр. Ең алдымен білім класс платформасына кіреміз өзіміздің логин паролімен, және де білім класс деген жердегі бақылау тақтасы деген бөлімде немесе менің кестем деген сияқты бөлімдер кірген кезде осындай маңдайша шығып тұрады сіздерге. Мұғалімдерге арналған ұтыс ойыны. Соны басамыз. Басқан кезде сіздерге қазір айтатын болам. Білім класс тарапынан жүлделі ұтыс ойындар деген осындай шығады. Бұл ұтыс ойындары 28 наурыздан 19 мамыр аралығында өтеді. Енді бұл қандай ұтыс ойындар деген сұрақ келеді. Ең алдымен бұл жерде білім класс жаңашыл мұғалімі және білім класс сынып жетекші деген екі номинация тұрады. Біріншісін айтатын болсақ, бұл жерде білім класс жаңашыл мұғалім деген кезде бірінші класс және 11 класс аралығындағы мұғалімдерге арналған, яғни сабақ беретін мұғалімдерге арналған. Бұл жерде сіздер бір видео түсірулеріңіз керек. Бұл видео не туралы? Білім класс туралы. Білім класстың ішіндегі көптеген платформалар туралы видео түсірулеріңіз керек. 3 минуттан 15 минуттық аралығындағы видеолар түсіру керек. Негізі толығырақ ережемен танысам десеңіздер, осындай байқау туралы толық ақпаратпен танысу деген батырманы бассаңыздар, ережемен толық танысатын боласыздар. Енді осы ұтыстың негізгі жалпы басты сыйлықтардың бірі iPhone 15 және iPad'тар, смарт сағаттар және колонка және 30 мыңдық сыйақы, ақшалай сыйақы деген сияқты сыйлықтар беріледі. Енді сыйлық туралы тоже байқау туралы толық ақпаратпен танысу батырмасының барысында білетін боласыздар. Келесі екінші номинация бұл жерде білім класс платформасында сынып жетекші. Бұл байқау оқушыларға арналған білім класс бонустық жүйесіне белсенді түрде енгізіп 2 мен 11 сынып жетекшілері үшін дейді. Яғни 2 мен 11 сыныптың жетекшілеріне арналған. Бұл да 28 наурыздан 19 мамыр аралығында жүреді. Ал қорытындысы 25 жылдың 28 мамырында айтылады, анықталады дегенде. Енді бұл номинация, бұл жерде сіздер білесіздер, өткенден бері салып жүрмін, 2-ден жоғары балалар Freedom Bank'ке тіркелетін болса, 2-ден 11 сынып аралығындағы оқушылар әрбір 10 балға 100 кешбек алатын болады Freedom Bank'тен. Және қосымша, мысалы, нелер бар ғой, БЖБ, ТЖБ, яғни 90 қорытындыларына өз деңгейіндегі өз балдарын алып отырады. То есть кешбектерін алып отырады Freedom Bank'тен. Енді бұл жердегі сынып жетекшілеріне негізгі тапсырма, яғни қатысу шарттары бұл жерде негізі тікелей сынып жетекшілерге арналған. Яғни 2-ші класстан 11-ші класстың сынып жетекшілері классындағы барлық оқушыларын осы Freedom Bank'ке білім класстан тіркеу қажет. Сол сияқты тіркеу қажет, яғни оның да толық ережесі осы байқау туралы толық ақпаратпен танысу деген сияқты батырман бассаңыздар көре аласыздар. Бұл негізі тағы бір несі, бұл байқауға кімдер қатыса алмайды? Білім класста логин пароль бар, бірақ әкімшілік, яғни кімдер дейміз ғой, админдер қатыса алмайды. Мектеп директорлары қатыса алмайды. Олар админ болғаннан кейін қатыса алмайды. Жақсы, сұрақтарыңыз болса қоярсыздар. Рахмет.